Сәлем достар, бүгінгі тақырып бала неліктен жиі ауырады, сонымен қатар баланың иммунитетін қалай көтереміз. Баланың не себепті жиі ауыратынын айта кетейін. Әртүрлі себептер әсер етуі мүмкін. Әртүрлі балада ауру түрі жүруі мүмкін. Сол себепті де ең бірінші маманына барған дұрыс дер едім, бірақ жақсы маманға барған дұрыс. Ең бірінші себебін анықтап алу үшін жақсы бір маманға барып көрсетіп тексерілген дұрыс болады. Бізде көбіне көп өз басымнан кеткен қателік, кейбір аналар сөйтетін шығар, үйде бола тұрсын, халық жолымен емдеймін деп уақыт өткізіп алып жатып, баланың ауруын асқындырып алып жататындар да бар. Ең дұрысы нақты өзін білетін маманына барған дұрыс. Бірақ барлық мамандар біледі деп айта алмаймын. Сол себепті де жақсы антибиотиксіз емдейтін, көбіне көп болмаса антибиотик болса да залалы азырақ, жақсы жолмен емдейтін, сондай емдік тәсілі бар жақсы бір маманға көрсеткен дұрыс болады. Себебі мысалы педиатрға көбіне көп бала ауырып қалған жағдайда педиатрға көбіне көп барған кезде үлкендерге арналған дәрі жазып береді. Оны мен балама бергім келмейді мысалы. Көп ата-ана солай ойлайды деп ойлаймын. Ал жақсы маман, жақсы педиатр ол баланы антибиотиксіз емдеуге тырысады. Себебі 5 жасқа дейін балаға антибиотик беруге болмайды. Себебі ол иммунитетті түсіреді. Тіпті адам өзі ауырған кезде, үлкен адам ауырған кезде бірден антибиотикке жүгініп қажеті жоқ. Сондай бір емдеу шараларын жазып береді. Егер бір жақсы педиатрға баратын болсаңыз, емдеу шараларын жазып береді, антибиотиксіз ақ, мысалы жөтелетін болса, ингаляция жасап, оның үстіне ингаляцияны немен жасау керек, қандай дәрімен жасау керек, оны айтады. Бұл жерде енді антибиотиксіз деп, мүлдем антибиотиксіз дегенде антибиотиктік нәрселерді қолданылады, бірақ қатты әрбір антибиотиктің залалы болады ғой, енді қатты үлкендерге арналған дәрінің тіпті өте қатты балаға зияны бар. Ол жерде кішкене залалы азырақ, кішкене былай табиғилау жолмен, былайша айтқанда емдейтін дәрі-дәрмек түрлерімен емдеп береді. Емдік жолдарын жазып береді. Сонымен қатар бала не себепті жақсы маман, егер сондай бір жақсы маманға баратын болсаңыз, бала не себепті ауырды, неліктен ауырды, осының бәріне жете назар аударып, осының бәрін себептерін айтып береді. Егер тағы да бір жерге барып анализ тапсыру керек болса, оны да айтады. Осындай себептен болып жатыр, осындай жерлерге анализ тапсырыңыз деп. Ол анализдерді міндетті түрде тапсыру керек болады. Қазіргі кезде көбіне көп анализдердің өзі платный болып кеткен ғой. Сол себепті де тапсыр деген анализ тапсырып, баланың не үшін, не себепті ауырып жатқанын осылай анықтап алуымыз керек. Сосын көп аналар бірден әйтеуір бір маман тапса болды, әйтеуір соған апарады, ол дәрі жазып берсе, 1045 дәрі жазып берсе, ол 1045 дәріні бере салады. Сөйтіп баласын тағы ауыртып алып жататын ата-аналар бар. Жоқ, барлық дәріні бірден балаға бере салуға болмайды. Баланың организмі көтере алмайды. Кейбір педиатрлар сөйтіп бере салады мысалы. Сол себепті жақсы педиатрға бару керек, барынша залалы азырақ нәрселерді сіздерге таңдап береді. Бұл бір. Екінші, осылай себебін анықтап алайық, бала не себепті жиі ауырады, сол педиатрден де сұрап алсаңыз болады. Мүмкін ода созылмалы ауру бар шығар, аллергиялық жөтел шығар, мысалы, созылып кететін. Болмаса, мысалы, вирусный болса, ол педиатр айтады. Вирусный, садиктен бір жерден жұқтырды. Енді садиктен ба, білмеймін енді. Бір жерден жұқтырды деп. Сосын балаңыз балабақшаға баратын болса, балабақшадан қалдырып, біраз күндер емдеуіңізге тура келеді. Себебін анықтап алғаннан кейін балаңызды балабақшадан қалдырып, біраз күндер үйде қалдырып, үй жағдайында емдеуіңізге тура келеді. Бірақ бұл жерде де сол маманның кеңесіне жүгіне отырып емдеген дұрыс болады. Мысалы, 2 мезгіл таза ауаға шығару керек болады. Себебі ауырған балаға қай жер ауырмасын, таза ауа 2 мезгіл таза ауаға шығу керек болады. Таза ауада көбірек жүру керек болады. Сосын үй жағдайында үйді таза табиғатты ұстап,
жаңағы барынша шаң паң деген полды қайта жуып, былайша айтқанда влажный уборка жасап тұру керек болады. Бұл да қажет өте баланың денсаулығы үшін. Сосын тағы бір баланың жиі ауырып беретіні себебі, мысалы ең бастап бақшаға барып жатқан кезде бала жиі ауырғыш болып келуі мүмкін. Себебі енді ғана адаптация жүріп жатыр, енді ғана барып жатыр бақшаға дегендей. Сол себепті де балада аурушаңдық болуы мүмкін, басқа балалардың жаңа инфекция жұқтырып қалуы мүмкін деген секілді. Сол себепті де осылай жағы жиі ауырып қалуы мүмкін. Ол кезде бала бақшадан алып қалып, маманға апарып, кәдімгідей 1 апта, 2 апта, тіпті керек болса 3 апта үй жағдайында жаңа маманның кеңестерін ала отырып емдеп қайта жіберуге болады. Одан кейін баланың жиі ауырып қалатын себебі анасының психологиялық жағдайына да байланысты болуы мүмкін. Анасы жаңағы нервный дейміз ғой, былайша ашушаң болса, балаға да ол нәрсе беріліп ашуланып жаңағы ауырып қалуы мүмкін. Енді кез келген адам қатты ашулана берсе ауырып қалады ғой. Сол себепті ол да берілуі мүмкін. Болмаса отбасындағы атмосферада ол да әсер етуі мүмкін. Осындай жағдайлар әсер етуі мүмкін. Енді баланың иммунитетін қалай көтереміз, баланы ауырмауға қалай итермелей аламыз, ауырмау үшін не істей аламыз бала? Ең бірінші жақсы көңіл күй. Бала өте жақсы көңіл күйді сезіну керек. Сол үйде алып қалған кезден бастап балаға только жақсы сөз айтуыңыз керек. Бір ашуыңыз кеп тұрса да өз-өзіңізді ұстауыңызға тура келеді. Баланы көбірек еркелету керек, жағдайын жасау керек, көбірек жылы су беру керек, 1 литрдай жылы су беру керек, тіпті одан көп болмаса аз болмау керек. Ыстық сорпасын жасауымыз керек, көбіне көп қойдың сорпасы дұрыс болады. Қойдың етінен жасалған сорпа. Қатты майлы қылмаймыз. Сәл ғана майлылық жетеді. Қатты бір, егер майлы болып кетсе, кілкіп алып тастаймыз майын. Себебі қатты майлыны бала іше алмайды. Сол себепті кішкене ғана майлы сорпа болса, ештеме қылмайды. Сонымен қатар кішкене бір қолдың мынандай осылай көрсетейін сіздерге, мынандай бір ұшымындай, қолдың мынандай ұшындай ғана құйрық майды аузына беріп жерсеңіз балаға, жаңағы тамағы да майланып, егер тамағы ауырып жатқан жағдайда, барлығына жақсы пайдалы болады. Негізі құйрық май, қойдың еті, сорпасы әрдайым балаға пайдалы бола береді. Тіпті сүйек мүйжітіп қойсаңыз болады. Енді сүйекті майда заттарын алып тастап, балаңызға сүйек мүйжітіп қойсаңыз да, оның өзі мынау жақтарының жаңағы қалай айтамыз, былайша дыбыс шығарады ғой, кейбір дыбыстар балалар айтамайды ғой. Сол себепті сондай бір кейін болашақта жақсы сөйлеп кетуіне сүйек мүйжу, дыбыстарды анық шығаруына, барлығына ол әсер етеді. Сол себепті де иммунитетке де жақсы жаңағы сүйек мүйжу деген секілді. Сол себепті де осындай ыстық сорпасын беріп, қойдың сорпасын беріп, ыстық болғанда қатты ыстық бермейсіз, енді бала іше алатындай температурада бересіз. Қайта сорпа ішкізіп, терлетіп, қайта жылы суын беріп, жақсы балаңызға қарасаңыз, жақсы көңіл бөлсеңіз, жақсы сөздеріңізді аямасаңыз, жақсы көңіл күйде болса бала, сонымен қатар маманың кеңестерін пайдалансаңыз, онда міндетті түрде бала жазылып кетеді, әрі иммунитетте жайлап қалыптаса бастайды. Жалпы осы бақшаға барған кезден бастап 2 жас пен 3 жас арасында баланың иммунитеті қалыптаса бастайды. Негізі кейбіреулер бақшаға балам ауырып қалады деп бермей қояды, ол дұрыс емес. Ауырып қалса әбден жазып, сосын барып бергеніңіз дұрыс. Болмаса бала бүйтеді, жөтелсе жөтеле берсін, аллергетик жөтел, ешкімге жұқпайды, бара берсін балам дейді. Баласы барады, жүреді, иммунитет түсіп кетеді одан кейін. Түскен иммунитетті оны қайтадан көтеріп алып қиынға соғады. Сол себепті ауырып қалды, бірден үй жағдайында алып қалып емдеген дұрыс. Ауырған баланы жіберген дұрыс емес бақшаға. Қанша уақытыңыз тығыз болсын, қаншалықты уақыт таппаңыз, бәрібір балаға көңіл бөлу керек. Бәрібір баланы емдеп жазып, сосын апарған дұрыс болады. Солай біз иммунитетін жақсы көтере аламыз баланың. Иммунитетті тек қана ауырып қалмады десе жазып, сосын жағдайын жасап, сосын жібергеніміз дұрыс. Балам ауырып қалады деп жібермейтін ата-аналар қатты қателеседі. Себебі ауырып қалмайды, бақшаға бермеймін, өзім қараймын десеңіз, ол ертең мектепке барады, ол мектептен де ертең ауырып келуі мүмкін. Мектепке барғысы келмесін, мектепке бару керек қой. Кез келген бала мектепке бару керек, бақшаға бармаса да. Сол себепті де бақшаға берсеңіз, мысалы 2-3 жасында бастап, 3 жасынан бастап ода иммунитет қалыптаса бастайды, бала жиі ауырмайтын болады олай. 3 жасынан бастап жақсы иммунитет қалыптасып қалады да, ары қарай бала ауырса да тез жазылып кететін, болмаса иммунитеті мықты, анау-мынау нәрсені қабылдай бермейтін бала болады.
сол себепті де балабақшаға кішкентайынан бастап жазылып ауырып қалса жазып жібере берген дұрыс болады. Мүлдем бермей қойған дұрыс емес, балам ауырып қалады деп. Бұл да бір иммунитеттің қалыптасуына әсер етеді балабақшада. Достар, сіздерге айтайын дегенім осы. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сіздерге ақпарат пайдалы болса, арнама жазылуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Менде балаға қатысты, осы арнамда балаға қатысты ақпараттар өте көп. Сол себепті жазылып алыңыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса астына комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын, жауап беремін. Көргендеріңізге рахмет.